Мен таэквондомен мектеп кезінде айналыстым. Шамамен бір жыл жарым осы таэквондомен айналысып, мектепте спорт залда айналыстым. Осы таэквондомен осы спорт маған өте қатты ұнады. Мысалға, күреске қарағанда немесе бокс, осы таэквондо өзіме жақын спорт болды. Өзіме ұнады. Өзімнің бірге оқып жүрген оқушылар бірге қатысты. Өзім сол оқушылармен бірге қатыстым. Реакция дейді ғой, жылдам қозғалуға бізді шот айтып кішкене сондай қимылдар бар. Мысалы, аяқпен, мұнда тек аяқпен қозғалу керек, аяқтың күшін қолдану керек. Және де қалай айтылады, әртүрлі позицияларды ауыстырып, бізді мұз болғанмен кішкене жылдам қимылдау керек, соған ұқсайды деп ойлаймын. Және де бұлшықетті дамытады. Кішкентай кезімде бірнеше спорт таңдадым. Сол спорттың ең бірінші күрестен бастадым. Күрес ұнамай, басқа спорттар көбі ұнаған жоқ. Осы таэквондо маған қатты ұнады. Кішкентай кезімізде боевик көреміз, сол боевиктерді қарап, сол үшін маған қызық болды осы таэквондо. Осы қазір таэквондоның құрамасын балдар шақырды осы қонаққа. Бүгін келіп, осы керемет спорт залда бүгінгі алғашқы тренировкамды жасадым. Еске түсіріп, тренировка жақсы өтті, қызықты болды. Және де өткен жаттықтыруларды, мысалы, қимылдарды еске түсіріп, қайталап қызық болды бүгін. Мысалға, бір спортшыларда болады, тек қана бір салама айналыса береді, басқа салаға ауысқанда қиын болады. Сол үшін, мысалға, кейбір спортшылар жүгіре алмайды, мысалға, сондай моменттер сияқты, немесе қозғалыс жаман болады. Мысалға, координация дейді, орысша айтқанда, осы спорт негізінен координацияға жақсы деп ойлаймын. Маған өзі шорт-тректе осы кейбір қимылдары аяқпен мысалы көмектеседі деп ойлаймын. Қасыма енді деген інілерін шақыратын едім. Әділ Галихметов деген бар. Соны шақыратын едім, бірге спарринг қылып шақырып, қызықты болсын деп. Осы мысалға біз бірге араласып қарым-қатынас болса, жанкүйерлер танып, және де бізден жас спортшылар, жас мысалға бүлдіршіндер осы танымайтын спорттармен, мысалға қысқы спорттармен айналысады деп ойлаймын. Осыны көріп, мысалға біздер бір-бірімізді танып, және де осы спортшылардың негізінен мақсаты бір ғой, біздерді көк туымызды желбіретіп, әлемдік жарыстарда бірінші орын алуға.